Сәлем, менің құрметті YouTube оқырмандарым. Менің есімім Марал. Әдеттегідей біз енді күзге арналған 2025 жылғы актуальды трендтегі және подиумдағы образдарды көрсететін боламын. Қандай үлгілер қазір сәнді, модный болып көрінетін образдарды, киімдерді сіздерге арнап дайындадым. Күз мезгілі мінекей жақындап келе жатыр, сондықтан әдемі образдарды бірге құрастырайық. Мен подиумдағы осы Шанельден бастап Балмейнға дейін зерттедім, қарадым, фотоларын көрдім және жинақтадым. Сіздерге ұсынуға дайынмын. Олай болса, әрі қарай кеттік. Бірінші бізде бұл әрине кожа. Кожа әрқашан күз мезгілінде әрдайым актуальды, трендтен қалмайды. Ал қазіргі кезде кожаны пальтолар, кожаный пальтолар, не болмаса бомберлер, костюмдер, барлық киім үлгілері қазір сәнде. Сондықтан өзіңіздің кожаный әдемі пальтоларыңыз болатын болса, алып шығарып киюге болады. Және де 2025 жылы әсіресе осы бел тұсына акцент қатты қойылған женственный силуэт деп айтамыз. Осындай силуэтке баса назар аударылғандықтан белдеріңізді қысып, осындай киім үлгісін киюіңізге болады. Екінші трендте бұл бізде мех. Меховые шубалар, меховые костюмдер, меховые жилеттер, меховые тіпті сумкаларды да актуальды қылып шығарып жатыр дизайнерлер. Сондықтан өзіңіздің меховый бір киіміңіз болатын болса, өзіңіз киіп таңдап үйлестіріп алсаңыз болады. Немесе осы каналымда мен әртүрлі образдарды көрсететін боламын. Сол образдарға қарап, өзіңіздің тип фигураларыңызды анықтап, образ құрастырып киінсеңіз болады. Үшінші бізде акцент на талия, яғни бел тұсымызды акцент қойылады бел тұсымызға, яғни біздің женственный силуэтімізді, әйелдік энергиямызды, әйелдік болмысымызды нағыз көрсететін уақыт келді. Дизайнерлер осындай мүмкіндік беріп тұр бізге. Сондықтан бел тұсымызға акцент қойылғаны, мысалы бел ремень тақсаңыз болады бел тұсыңызға. Мужские плечи деп айтылады, яғни осындай иықтардың үлкен көлемде болуы, бел тұсының қысыңқы болуы және де ары қарай песочные часы сияқты силуэт құрастырып, образ құрастырсаңыз болады. Бұл өзіңіздің нәзіктігіңізді, әйелдік болмысыңызды ашуға таптырмас мүмкіндік. Сондықтан осындай акцент қойылған, бел тұсына акцент қойылған пиджактарды, костюмдерді, пальтоларды, көйлектерді барлығын алып, доставать етіп, өзіңіз бір әдемі образ құрастырыңыз. Және де осы видео соңында қандай образды өзіңізге ұнады және қандай образ құрастырдыңыз, сол туралы комментарийға жаза кетсеңіз болады, және оны мен міндетті түрде оқимын. Ары қарай кеттік. Пальто ылғи күз мезгілінде актуальды, трендте, және де әр мезгіл сайын осы күз мезгілінде немесе жылы біз сияқты мен мысалы Қызылорда қаласынан осындай оңтүстік өңірлерде тұратын жерлерде қыс қатты болмайды, сондықтан күздік пальтоларымызды қыста да кие береміз. Классический пальто деген ол ешқашан сәннен, трендтен қалмайтын киім үлгісі, сондықтан өзіңізге осындай бір классикалық үлгіде тігілген пальтоны гардеробыңызға қосып қойыңыз. Әсіресе классикалық пальтоны егер оның акцент на талии болатын болса, және мужские плечи деп айтылады, яғни осындай иықтарында подплечник болатын болса, және де воротник деп айтылады, мынандай жағасы тік жағалы болатын болса, онда осы пальтоңызды алып, қайтадан күзде киіп, жылы киініп, сәнде болуыңыз әбден мүмкін. Күз мезгіліндегі 2025 жылға арналған палитралар, яғни түстер. Бірінші түс бұл бізде әрине қандай деп ойлайсыз? Әрине күз мезгілі дейтін болсақ, міндетті түрде
горячий шоколадтың түсі сияқты қоңырқай түстер қазір өте сәнді. Сондықтан қоңырқай түстегі киім үлгілерді өзіңіздің гардеробыңызға қоссаңыз болады. Бұл қоңырқай түсте пальто, қоңырқай түсте тренч, қоңырқай түсте свитер, қоңырқай түсте аяқ киім, қоңырқай түсте сумка. Сондықтан осы бір түсті өзіңіздің гардеробыңызға бір киім алып қосып қойсаңыз, оны міндетті түрде 2-3 сезон киетін боласыз. Мен сізге уәде беремін. Келесі түс бізде осы 2025 жылғы трендке фиолетовыйдың қанық түсі. Осы түстегі киімдер қазір трендте. Шие тәріздес қанық түсте боялған әдемі түс. Бірден көзге жарқ ете қалады. Әсіресе сырт киімдер, пальтоны, не болмаса свитерді осындай түсте алсаңыз, өте әдемі көрінеді. Сонымен қатар қыс мезгілі келе жатқандықтан перчатки алсаңыз болады, немесе сумка алсаңыз, аяқ киім осындай түстегі қазір өте күшті неше түрлі киім үлгілерінде шыққан ғой. Осындай бір киімді өзіңіздің гардеробыңызға қосып қойыңыз. Келесі түс бұл әрине күз мезгілінде біртүрлі болып көрінуі мүмкін, бірақ лимонный және розовый түстер қазір трендте актуальды. Сондықтан лимонный түс свежий болып көрінетін сондай әдемі түстердің бірі ғой. Осы түсте алсаңыз болады киімді, және осы әсіресе жаз мезгілінде осы 2025 жылы өте сәнге айналған болатын лимонный түс. Және келесі пинк, яғни розовыйдың кішкене қалай деп айтылады, мягкий түрі. Осы розовый түсте қазір пинк деп айтылады ғой. Осындай түстегі киім үлгісін өзіңіздің гардеробыңызға қосып қойыңыз. Ал егер де ол қатты көзге көрінеді, қатты көзге ұрады дейтін болсаңыз, онда землянистый оттенкалар бар ғой, мысалы жердің түсімен түстес, яғни қоңырқай түстермен кисеңіз, ол кішкене басады. Көзге қатты ұрып көрінбейді, то есть. Және түстерді үйлестіру туралы айтатын болсам, қазір монохромный образдар қазір трендте, яғни total look деп айтылады ғой. Осындай образдарда киімдерді кисеңіз болады. Актуальды принттерге келетін болсақ, қазір семейный принттер өте актуальды. Әсіресе 2025 жылы анималистичный принттер негізі әр жыл сайын актуальды болып табылады. Ол леопардовый, коровый, қазір әсіресе қазіргі кезде осы анималистичный принттердің ішінде семейный және сиырдың терісі сияқты түстер қазір трендте. Сізге қаншалықты күлкілі болса да, дизайнерлер осындай киім үлгілерді көрсетуде. Сондықтан өзіңіздің, егер де қорқпайтын болсаңыз, өзіңіздің киім кешектеріңізге тағы бір осындай киім үлгісін қосып қойсаңыз болады. Және оны однотонный образдармен кисеңіз, пайдалансаңыз, ол қатты көзге ұрмайды. Сондықтан осылай киініп көріңіз. 2025 жылға арналған трендті аяқтап болдым. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын, және қандай трендті сіз өзіңіздің өміріңізге қолданасыз, сол туралы комментарийға жаза кетіңіз.